بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Құрметті жамағат, біздер тәпсір сабағымызды жалғастырамыз. Біздер Ниса сүресінің аяттарына келдік. 171-ші аятына келген едік. Сол аяттан бастап жалғастырамыз. Алдыңғы аяттарда, алдыңғы дәрістерімізде яһудилерге қатысты олардың жасаған бүліктері, өз пайғамбарларына қарсы шыққандары, одан кейін мұсылмандарға жасаған қастандықтары туралы аяттарды өткен едік, олардың баяндаған едік. Енді келесі арғы жалғастырамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я ахлал китаб ла тағлу фи диникум. Ей кітап иелері, діндеріңде шектен шықпаңдар дейді. Вала тақулу алаллахи иллал хаққа. Және Аллах Тағала туралы тек қана ақиқатты сөйлеңдер. Иннамал масиху Иса ибн Марьям расулуллахи ва калиматуху алқаха иля Марьям ва рухум минху. Расында Мариямның ұлы Иса Масих, ол Алланың елшісі және Алланың Мариямныңға тастаған сөзі дейді. Және одан берілген рух. Фаамину биллахи ва русулихи. Сондықтан Аллаға және оның елшілеріне иман келтіріңдер. Вала тақулу талататун. Және үштің бірі деп айтпаңдар дейді. Яғни Аллах Тағаланы құдайды үш құдай деп айтпаңдар дейді. Интахау хайрул лакум. Осы нәрседен тыйылыңдар, сол сендер үшін хайырлы болады. Иннамаллаху илахун вахидун. Расында Алла ол жалғыз құдай. Субханаху айякуна лаху валада. Және оның баласы болудан Алла пәк. Лаху ма фис самавати ва ма фил арди. Аспандағы және жердегі нәрселердің барлығы Алланыкі. Ва кафа биллахи вакила. Өкіл ретінде Алла жеткілікті деген аят. 171-ші аят. Осындай мағынада. Енді ол аяттың тәпсірін қарайтын болсақ, Фахруддин Рази деген ғұлама оны былай да тәпсірлеген. Осы аятқа дейінгі жоғарыда айтқан аяттар көбіне яһудилердің жасаған қателіктерін баяндап келді дейді. Енді осы аяттан бастап насаралардың жасаған жіберген қателіктерін баяндап жатыр дейді Аллах Тағала. Және олардың дінде шектен шыққан жерлерін осы жерде көрсетіп жатыр. Сол ішінде Аллах Тағала соларға қаратып, яғни Мариямның ұлы Иса пайғамбар ол Алланың елшісі екендігін нақтылап айтып жатыр дейді. Өйткені олар діндерінде өте шектен шыққан еді. Және Аллах Тағала турасында тек қана ақиқатты ғана сөйлеңдер. Өйткені Алла жалғыз бір құдай деп тағы да аятта нақтылады. Және осыған қатысты Ибн Касирдің тәпсірінде мынандай хадистер келтірген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: мені асыра сілтеп мақтамаңдар деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі туралы айтып отыр. Мені асыра сілтеп мақтамаңдар. Мариямның ұлы Исаны насаралар асыра сілтеп мақтағаны секілді, мені асыра сілтеп мақтамаңдар. Расында мен Абдулла, Алланың құлымын, ва расулуху, және оның елшісімін, одан артық емеспін деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде өзі туралы айтқан. Одан кейін тағы бір хадис келтіреді. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады: бір адам келіп былай деп айтқан екен: Я Мұхаммад, я Саидуна, ей Мұхаммед, ей біздің мырзамыз, және біздің мырзамыздың баласы, және біздің ең хайырлымыз, және ең хайырлымыздың баласы деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға осылай айтып айта бастаған кезде
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісіге қарап былай деп отқан: я юханнас, адамдар, алейкум би қауликум, сөздерің, сендердің сөздерің өздеріңе қарсы болады. Және шайтанға жәрдемші болмаңдар. Ана Мұхаммад ибн Абдулла, мен Абдулланың баласы Мұхаммедпін. Абдулла, мен Алланың құлымын. Ва расулуху, және оның елшісімін. Валлахи ма ухиббу ан тарфауни фауқа манзилати аллати анзалани Аллаху азза ва жал. Және Алланың атымен ант етейін, мен өзіме Аллах тағала белгілеп берген мәртебеден жоғары мәртебені қаламаймын дейді. Яғни Аллах тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам өзіне лайықты мәртебесін қойды. Сол мәртебеден артық, одан жоғары мәртебені өзіме қаламаймын дейді. Сондықтан мен қалай бармын, солай ғана айтыңдар, яғни мен Алланың құлымын және оның елшісімін, одан артық емеспін деп тағы да осындай айтып, өзіне асыра сілтеп мақтаған кісіні өз орнына қойып, яғни олай айтпа деген мағынада хадистер келтірген. Бұл хадис имам Ахмадтың Муснад деген кітабында келген осы хадис. Және аяттың жалғасында «Вала тақулу алаллахи иллал хаққа», Аллах тағала турасында тек қана ақиқатты ғана сөйлеңдер деп жатыр. Яғни бұл аяттың тәпсірінде Аллах тағалаға жала жаппаңдар, яғни оның әйелі бар, оның баласы бар деп айтпаңдар деген мағынада дейді. Өйткені Аллах тағала ондай нәрселерден пәк. Сондықтан ол тек қана жалғыз бір Алла, оның ешқандай серігі жоқ. Және одан өзге құдай да жоқ деген мағына деп айтқан тәпсірінде. Және аяттың жалғасында «Иннамул масиху Иса ибн Марьям расулуллахи ва калиматуху». Расында Мариямның ұлы Иса әл-Масих, Алланың елшісі және оның сөзі, алқаха иля Мариям, Мариямға тасталған. Рухун минху, және рух. Енді бұның тәпсірінде былай деп келеді: расында сол Иса ол абдун мин ибадиллахи, Алланың құлдарынан болған бір құл дейді тәпсірінде. Және Аллах тағала оған бол деді, ол бола қойды дейді. Ол елшілерден болған бір елші болып дүниеге келді. Оның мысалы инна мәсәлі Иса индаллахи ка мәсәлі Адам. Басқа бір аятта мынандай мысал келтірген. Расында Иса пайғамбардың мысалы Адам пайғамбардың мысалындай дейді. Ол Әли Имран сүресінде келеді. Халақаху мин турабин сумма қала лаху кун фаякун. Біз ол адамды топырақтан жараттық, одан кейін оған біз бол дедік, ол бола қойды дейді. Мен тап солай, сол секілді Иса да осындай. Яғни оған біз Мариямның кеудесіне үрледі, Жебрейіл періште келіп, содан кейін оған бол деді, ол бола қойды. Және тағы бір аятта «Мәл масиху ибн Мариям илля расулун». Мариямның ұлы Иса әл-Масих ол елшіден басқа еш нәрсе емес. Қад халат мин қаблихи русул. Одан алдында елшілер келген еді. Уммуху сиддиқатун, оның анасы шыншыл. Кәна якулана тағам, және ол екеуі тағамы жейтін еді, базарларда жүретін еді. Яғни олар ешқандай құдай емес, періште емес, адамнан жоғары нәрсе емес. Ол адам сендер секілді. Пайғамбар тамақ жейді, базарға барады деген секілді айтып отыр. Және тағы бір аятта «Валлати ахсанат фарджаха». Сондай өзінің арын, ұятты жерін сақтаған әйел туралы. «Фанафахна фиха мин рухина». Біз оған өзіміздің рухымыздан үрледік дейді. «Ваджалнаха вабнаха аятан лил аламин». Және ол әйелді, Мариямды, және оның баласын екеуін әлемдерге бір белгі қылдық дейді. Одан кейін тағы бір имам Бұхаридің
риуаятымен жеткен бір хадис келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Мән шахида алла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах", кімде кім Алладан басқа құдай жоқ деп куәлік берсе, және оның ешқандай серігі жоқ, жалғыз өзі деп куәлік беретін болса, анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі деп куәлік беретін болса, ва анна Иса абдуллах ва расулуху, және Иса ол Алланың құлы және елшісі деп, ва калиматуху алқаха иля Марьям ва рухун минху деп айтатын болса, және ол Алланың Мариямға тастаған сөзі және рухы деп айтатын болса, вал джаннатул хаққун ва нару хаққун, жәннат хақ, тозақ хақ деп айтатын болса, Аллах тағала оған жасаған амалына сай жәннатқа кіргізеді дейді. Осындай хадис келеді. Тағы бір риуаятта жәннаттың 8 есігінен таңдап жүріп кіреді деген риуаят келеді. Осылай деп айтатын болса, бұл екінші риуаят, ол имам Муслимнің риуаятында келген екен. Имам Бұхаридің де және Муслимнің риуаяттарында осындай хадистер келеді. Сондықтан келесі аяттың жалғасында фаамину биллахи ва расулихи, Аллаға және оның елшілеріне иман келтіріңдер деп аятта солай айтты. Яғни фасаддиқу би анна Аллаху вахидун ахад, яғни растаңдар Алланың жалғыз екендігін, одан басқа оның серігі жоқ екендігін, оның әйелі және бала шағасы жоқ екендігін растаңдар. Сөйтіп растап тұрып иман келтіріңдер деген мағына дейді. Және Иса пайғамбар ол елшілерден болған бір елші екендігін растаңдар дейді. Уала тақулу саласатун, және үш құдай деп айтпаңдар дейді. Яғни бұл аяттың тәфсірінде ла тажалу Иса ва уммаху мағаллахи шарикайни, Исаны және оның анасын Алламен бірге екі серік қылып болмаңдар деп тұр. Исаны және оның анасын Аллах Тағаламен бірге екі серік қылып болмаңдар. Тағалаллаху ан залика улуван кабира, Аллах Тағала ондай нәрседен ұлық, ондай нәрседен пәк. Және тағы осыған ұқсас Маида сүресінде де келеді: лақад кафара аллазина қалу инналлаха салису саласа, расында Аллах Тағала үштің бірі дегендер кәфір болды деген аят бар. Яғни Аллах Тағала үштің бірі деп айтқандар кәфір болды. Уама мин илахин илла илахун вахид, Алладан басқа, жалғыз Алладан басқа құдай жоқ. Немесе сол Маида сүресінің соңғы аяттарында келеді: ва итқалаллаху я Иса ибн Марьям, Аллах Тағала айтты: ей Мариямның ұлы Иса, анта култа линнаси иттахидуни, сен бе айтқан адамдарға мені және анамды Алладан өзге құдай қылып алыңдар деп айтқан сен бе деп Аллах Тағала тікелей Иса пайғамбарға сұрақ қойған. Міне, адамдарға сен бе айтқан мені және анамды Алладан өзге екі құдай қылып алыңдар деп айтқан сен бе деп Аллах Тағала Иса пайғамбардан тікелей сұраған. Өйткені сондай сөздер айтылғаны үшін осылай сұрап тұр. Және тағы да осыған тағы да ұқсас: лақад кафара аллазина қалу инналлаха хуал масиха ибн Марьям, және Аллах Тағала ол Мариямның ұлы Иса деп айтқандар да кәфір болды деген аят бар. Яғни жаңағы яхуди насаралар үштің бірі деп өздерінде сондай сенімдерінде бар. Немесе Алла жалғыз деп сенетіндер де бар. Олардың ішінде Алла жалғыз деп сенетіндер де бар. Бірақ олар да кәфір болды. Неге? Өйткені олар біздің соңғы пайғамбарға иман келтірмей қалды. Олар Алла жалғыз, Иса ол пайғамбар, Алланың құлы деп иман келтіреді. Сөйте тұра олар кәфір болады, себебі соңғы пайғамбарға, Құранға, Мұхаммед пайғамбарға салса иман келтірмегендігі үшін. Ал олардың көпшілігі жалпы үштің бірі деп иман келтіреді. Олар тіпті сондай біздің қазақтардың да санасына сіңдіруді қалап, Бог любит троицу деп бағанаға сондай нелерді айтқандарды білеміз. Бұрында сондай өздерінің сенімдерін өзгелерге сіңдіріп жіберуге дейін әрекет қылған.
міне осы нәрселердің барлығын Аллах тағала Құран кәрімде бізге жоққа шығарып жатыр. Ол Алла жалғыз, одан басқа ешқандай серігі жоқ. Келесі аят. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. жоқ, мына аят соңы бітпей қалды ғой да, соңғы жағында қалып қойыпты. Интаху хайрун лакум деп тұр ғой, жаңа аяттың соңында тыйылыңдар, сендер үшін ол қайырлы болады деп тұр, яғни нелерге, насараларға айтып отыр. Және иннамаллаху илахун вахидун субхану ан якуна лаху валада. Расында Алла ол жалғыз Құдай, оның баласы болудан ол пәк. Оны біз енді түсінікті. Лаху ма фис самавати ва ма фил арди ва кафа биллахи вакила. Аспандағы және жердегі нәрселердің барлығы оныкі, және өкіл ретінде Алла өзі жеткілікті. Яғни өкіл ретінде Алла жеткілікті деген мағына жаратылыстарды жаратуда, оларды рызықтарын беруде, жалпы әлемді басқаруда Алланың өзі жеткілікті. Еш нәрсеге өзінен бөлек тағы бір Құдай жаратып, соны жұмсап қоюға мұқтаж емес. Алла барлық нәрсені басқаруға, жүргізуге өзі жеткілікті деген мағына дейді. Одан кейін келесі аят, 172-ші аят. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Әл-Масих, яғни Иса пайғамбар бас тартпайды Аллах тағалаға құл болудан. Валал малайкатул муқаррабун, және Аллаға жақын періштелер де Аллах тағалаға құлшылық қылудан бас тартпайды дейді. Умай ястанкиф ан ибадатихи ва истакбир. Кім Аллаға құлшылық қылудан бас тартса, және тәкаппарланса, фасаяхшурухум илайхи жамиан, олардың баршасын ертең қиямет күні Алланың алдында жинаймыз дейді. Және 173-ші аятты да осы жерде қосқан. Ал енді кім иман келтіретін болса, және ізгі амалдар жасайтын болса, олардың сауаптарын береміз, және өзіміздің кеңшілігімізбен олардың сауаптарын арттырамыз дейді. Ал енді Аллах тағалаға құлшылық қылудан бас тартып, оған тәкаппарланғандар, оларды жан түршігерлік азаппен азаптаймыз. Оларға Алладан өзге қамқоршы да, жәрдемші де жоқ, жанашыр дос та жоқ, және қамқоршы да жоқ деген мағына. Міне осы екі аятты бірге тәпсірлеген. Бұнда енді аяттың мағынасы бізге түсінікті, яғни Аллаға құлшылық қылудан бас тартып тұр, және тәкаппарлану. Бұл жерде кәфірлер туралы айтылып жатыр. Аллаға құлшылық қылудан бас тартып, және оған тәкаппарлану осы тәпсірінде, яғни кәфірлер туралы. Және кім Аллаға құлшылық қылудан бас тартатын болса, және тәкаппарланатын болса, олардың баршасын Алланың алдына жинаймыз деген мағынасы. Қиямет күні барша адамдарды Алланың алдына жинайды. Және Аллах тағала өзінің әділ даналығымен олардың арасын бөліп жаратты. Яғни құлшылық қылғандар бар, қылмағандар бар, яғни кәфірлер бар, қарсы келгендер бар, олардың баршасын Алланың алдына жинап, баршасын бөліп, солардың өзіне лайықты жазаларын береді. Ал енді иман келтіргендер, ізгі амал жасағандар, олардың сауаптарын береміз дейді, және өз кеңшілігімен Аллах тағала арттырып береді. Келесі аят, 175-ші аят. Я айюханнасу қад жаакум бурханум мин раббикум ва анзална илайкум нурам мин мубина. Ей адамдар, сендерге Раббыларыңнан дәлел келді дейді. Және сендерге ашық нұрды түсірдік дейді.
және 174 және 175 аят міне. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. Ал енді Аллаға иман келтіріп, және соның дініне жабысқандар, فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ. Оларды біз өз мейіріміме кіргіземіз. Минху одан болған وَفَضْلٍ және кеңшілігіне. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. және оларды тура жолға бастаймыз дейді. Бұл жерде мен дәлел келді деп тұр. Адамдар, сендерге дәлел келді. Яғни бұл аяттың тәпсірінде, Фахриддин Розидің тәпсірінде былай деп келеді. Жалпы енді бұл Ниса сүресінің аяттарында барша адамдарға жауап берді. Мысалы, мұнафиқтерге жауап берді, кәфірлерге жауап берді, одан кейін яһудилерге жауап берді, одан кейін насараларға да жауап берді дейді. Яғни Ниса сүресінің бастан аяқ қарасақ, онда барша адамдарға, жалпы бұл жерде әрбірден жеке-жеке бөліп алып, мысалы, мұнафиқтарды бөліп алды да, олардың қателіктерін айтты, оларға жауап берді өз аяттарымен. Одан кәфірлерді, жалпы Алланы, атеистерді, Алланы дінді жоққа шығаратындарға, оларға бөлек дәлел келтірді. Одан яһудилерге, кәфірлердің ішінде яһудилер бар, олар кітап түскен. Олардың жасаған қастандықтарын, олардың өз пайғамбарларына қарсы келген істерін көрсетіп, оларға өзінің дәлелдерін келтірді. Одан кейін насараларды тағы да олардың жасаған қателіктерін оларға да жауап берді. Одан кейін сол олардың баршаларының күмәндарына толықтай жауап берді. Және енді бұл аятта, енді осы аятта 174-175 аяттарда бізге Аллах тағала нәрсе айтып отыр дейді. Жалпы адамзат баласына айтып отыр. Бүткіл әлемдегі адамзат баласына, ей адамдар деп жатыр. Сендерге Раббыларыңнан дәлел келді деп айтыр. Дәлел деген не десе, бұл жерде дәлел Мұхаммед пайғамбар дейді, саллаллаху алейхи уассалам. Бұл жердегі дәлел Мұхаммед пайғамбар. Біз ол Мұхаммед пайғамбарға мұғжиза бердік. Мұғжизамен, мәңгі мұғжиза ол Құран кәрім. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеде жоқ болса да, оның мұғжизасы қиямет күнге дейін жалғасады. Оған дейінгі пайғамбарлардың барлығына мұғжиза берілді, бірақ олар өз заманында ғана көрсете алды, одан кейін қалған жоқ мұғжизасы. Ал енді мұны Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам ерекшелігі, оған берілген мұғжиза, мәңгі мұғжиза қиямет күнге дейін жалғасады, және оған ол сол дінсіздерге дәлел болады. Және нұрун дейді, яғни нұр берілді. Нұр деген ол Құран кәрім дейді. Ол аяттағы нұр деп тұрғаны Құран кәрім. Енді одан кейін осы Мұхаммед пайғамбарға осы дәлелге еріп, нұрды ұстанған, Құранды ұстанғандар, олардың жағдайын баяндап, Аллаға иман келтіріп, және осының дініне жармасқандар, Аллаға жармасқандар, және оларды өз мейіріміне кіргіземін деп жатыр. Аллах тағала өз мейіріміне алады. Алланың мейіріміне бөленеді. Және Алланың кеңшілігіне бөленеді. Жасаған амалына сай оның сауабы беріледі, және Алла өз кеңшілігімен оны тағы да арттырып береді деп жатыр. Және оларды өзінің тура жолына қарай салады. Одан кейін соңғы аят, 176 аят, бұл Ниса сүресінің соңғы аяты. Бұны да қарап кетейік. Ястафтунак, олар сенен пәтуа сұрайды дейді. Қулиллах юфтиекум фил калала. Оларға айтқан Аллах тағала сендердің іштеріндегі калалаларға пәтуа береді деп айтты. Калала деген ол әкесі, ата-анасы жоқ, бала шағасы жоқ адам. Соны калала деп Құранда баяндайды. Енді сол туралы үкімді осы жерде баянда былай деді: иннимруун халака, егер бір кісі қайтыс болса, лайса лаху валадун, оның бала шағасы жоқ, валаху ухтун, бірақ оның қарындасы бар, апасы немесе қарындасы бар. Бір ер адам қайтыс болды, оның ата-анасы жоқ, және бала шағасы жоқ. Бірақ оның кімі бар? Апасы немесе қарындасы бар. Фалаха нисфу ма тарак. Сол қайтқан адамның дүниесінің жартысы
сол жаңа апасына немесе қарындасына беріледі деп жатыр. Түсінікті ма? Ал енді жаңағы жағдай, бір әйел адам қайтыс болды, оның ата анасы жоқ, және бала шағасы жоқ. Сол кезде оның дүниесін кім иеленеді? Бауыры иеленеді. Яғни ағасы немесе інісі болса, сол түгелдей оның артында қалған дүниеге мирас болып қалады дейді. Бөлмей жартысы деген жоқ. Екі көрініс көрдік па? Бірінші көріністе ер адам қайтыс болды, оның ата анасы жоқ, бала шағасы жоқ, тек бір апасымен немесе қарындасы біреу бар. Бір қарындасы бар. Сол кезде оның мүлкі иеленеді, қарындасы жартысын ғана иеленеді, мүлкінің жартысын ғана. Ал екінші жағдай ол әйел адам қайтыс болып тұр. Оның ата анасы жоқ, және бала шағасы жоқ. Сол кезде тек бір бауыры ғана бар. Ер адам бауыры бар, інісі немесе ағасы. Сол кезде ол әйелдің бүткіл дүниесін осы бауыры иеленеді. Түсіндік қой да? Одан кейін кеттік. Енді ер адам қайтыс болды. Бірінші көрініске қайтып барамыз. Ер адам қайтыс болды, ата анасы жоқ, бала шағасы жоқ, бірақ екі қарындасы бар дейді. Бірінші жағдайда бір қарындас болды ғой. Бұл жағдайда екі қарындасы болса, онда сол ер адамның артында қалған дүниесінен 2/3 жаңағы екі қарындасына беріледі. 2/3 ғана. 1/3 ол бөлек қалып қояды. 2/3 ғана екі қыз бөліп алады. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. Енді ер адам қайтыс болды. Жаңағы кәләла ғой тағы. Ер адам қайтыс болды, ата анасы жоқ, бала шағасы жоқ. Бірақ оның бір інісі бар, бір қарындасы бар. Бір ер адам, бір әйел адам қалып қойып тұр ғой. Онда олай болса, фалидзакари мислу хаззил унсаяйни. Онда ер адамға екі әйелдің үлесі беріледі дейді. Яғни ер адам 2/3 алады, әйел адам 1/3 алады. Юбаййинуллаху лакум ан тадиллу. Аллах тағала сендерді адасып кетпес үшін, қателес жаңылмас үшін осылай сендерге аяттарын баяндайды. Валлаху бикулли шайин алим. Аллах тағала барлық нәрсені білуші. Міне осындай аят. Енді осының тәпсірі. Бұл жерде енді олар сенен пәтуа сұрайды деді. Бұл жерде сахабалар келіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұраған осындай жағдайда. Бір адам ата анасы жоқ болса, бала шағасы жоқ болса, бірақ бір қарындасы болса, бұның мирасы қалай болады деген сияқты сұрақтар қойған. Сол сұрақтарға жауап беру үшін Аллах тағала осы Ниса сүресінің соңғы аятын түсірген. Енді соны қайдадан жеке-жеке талқылайық тәпсірге сәйкес. Жаңа айтты ғой, егер бір адам қайтыс болса, кәләланың бұл жерде кәләлаға қатысты тек қана ата анасы жоқ және бала шағасы жоқ. Енді ата анасы бар, бала шағасы барларға ол бөлек алдын Ниса сүресінің 11-12 аяттарында мирасқа қатысты аяттар өткен едік. Естеріңде болса. Ол жерде бөлек-бөлек ата анасының мирас қанша алатындығы, бала шағасы мирас қанша алатындығы бөлек-бөлек айтылған еді. Бұл жерде тек қана ата анасы жоқ, бала шағасы жоқ кәләларға қатысты, ағайындыларға қатысты мирас бөлу соңғы аятында. Міне сол кәләла ағайындылар туған бауырлармен, бұл жерде тек қана туған бауырлар. Соған қатысты айтып отыр. Сол уалаху ухтун фалаха нисфу ма тарак. Яғни бір адам, ер адам қайтыс болды, ата анасы жоқ, бала шағасы жоқ. Сол кезде оның бір ғана қарындасы болса, онда оның ер адамның мүлкінен жартысын ғана иемденеді. Қалған жартысы қайда кетеді деген сұрақ болып тұр ғой. Қалған жартысы байтулмалға тапсырылады. Яғни мемлекеттің меншігіне тапсырылады деген сөз. Түсінікті ма? Ер адам қайтыс болды, ата анасы жоқ, бала шағасы жоқ, тек бір қарындасы болса,
оның дүниесінің жартысын ғана береді қарындасына, қалған жартысы мемлекеттің меншігінде қалады. Ал егер осы жерде әкесі болса дейді, қайтқан жігіттің әкесі болатын болса, онда қыз мирасқа ешқандай мирастан үлес алмайды. Бүткіл нені әкесі алады. Өйткені оған әкесі бар болуы кедергі болады дейді, қарындасының мирас алуына. Ал екінші жағдай, وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. Енді қыз қайтыс болды. Ата-анасы жоқ, бала-шағасы жоқ, қыз қайтыс болды, бірақ оның туған бауыры бар. Ондай жағдайда туған бауыры қыздың қалған дүниесінің түгелдей барлығын иемденеді деп тұр. Бұл Аллах тағаланың бекіткен заңдылығы бұл. Түгелдей иемденеді. Түсінікті ме? Енді осы жерде тағы бір айтып кететін нәрсе бар дейді. Бұл жерде сол бауыр болуы әкесінен болу керек дейді. Әкесі немесе ата-анасымен бірге болу керек. Немесе тек қана әкесінен болу керек. Мысалы болады ғой, әке жағынан ғана бауыр. Әкесі де анасы да бір бауыр бар, тек қана әке жағынан ғана бауыр бар, сосын тек қана ана жағынан ғана бауыр бар. Мысалы аналары бір, әкелері әртүрлі. Әкелері бір, аналары әртүрлі. Және әкесі де анасы да бір бауырлар бар, туған бауырлар. 3 түрлі бауыр бар, білеміз да. Міне бұл жерде екі түрі ғана мирас алады дейді. Бірінші түрі ата-анасы бір болғандар, екінші түрі әкесі бір болғандар. Ал ана жағынан бауыр болғандар бұл мирасқа кірмейді дейді. Жаңағы жағдайға кірмейді. Оның жауабын 11-12 аяттары беріп қойған дейді. Анасымен ғана бауыр болғандардың жағдайы Ниса сүресінің 11-12 аяттарында айтылып қойды дейді. Бұл тек қана әке жағынан немесе әкесі де анасы да бір болған бауырлардың алатын мирасы дейді. Және келесі үшінші жағдай, فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. Ал егер ер адам қайтыс болды, ата-анасы жоқ, бала-шағасы жоқ болса, және оның екі қарындасы болса, оларға мирастың 3-тен 2-сі ғана тиеді деді. 3-тен 1-і қайда кетеді? Жаңағы мемлекеттің меншігіне тиеді. Бұл жерде де солай. Анасы жағынан бауырлар кірмейді болған дейді. Бұл аятқа анасынан ғана бауыр болғандар кірмейді. Оған қатысты мынандай бір Абу Бакр ас-Сиддиқ радиаллаху анху хутбада айтқан екен, Аллах тағала Ниса сүресінде алғашқы аятында бала мен ата-ананың мирасын баяндады дейді. Екінші аятында ер мен әйелдің мирасын баяндады. Ниса сүресінің 11-ші аятында бала мен ата-ананың мирастарын баяндады. Ал 12-ші аятында ерлі зайыптылардың мирастарын баяндады. Әйел қайтыс болса, және оның баласы болмаса, күйеуі осынша көреді. Баласы болса, осынша көреді деген сияқты аяттарды баяндады. Енді ер адам қайтыс болса, егер баласы болмаса, әйел осынша көреді, баласы болса, осынша көреді. 4-тен 1-і, 8-ден 1-і деген аяттарды өткен едік. Және анасы жағынан бауыр болғандарды да осы 12-ші аятта, Ниса сүресінің 12-ші аятында айтылған еді. Ал енді Ниса сүресінің соңғы аятында айтылған аят, бұл әке мен ана жағынан, немесе тек қана әке жағынан бауыр болғандарға қатысты аят дейді. Міне осыны Абу Бакр радиаллаху анху хутбада осылай айтып түсіндірген екен. Аллах тағала сендердің жаңылып кетпес үшін
аяттарын осылайша бізге сендерге баяндап береді деді. Аяттың соңы осылай аяқталды. Бүгінгі дәріс осымен аяқталды. Ниса сүресі бітті. Келесі дәрісімізде Маида сүресін тәпсірлейтін боламыз. Бүгінгі дәріске қатысты сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сұрақ жоқ сияқты ғой. Бәрі түсінікті болған сияқты. Бұл жерде қара ағайынды туған бауырлар бар ғой, ағасы мен інісі, апасы, қарындастар, олар тек қана ата анасы жоқ болса, бала шағасы жоқ болса ғана мирас көре алады. Ал сол әйелдің бала шағасы болса, ол мирас көре алмайды, қарындастары, ағалары. Немесе ата анасы болса да, сол мирас көре алмайды. Жалпы мирас екі жолмен бөлінеді. Бірінші, Аллах Тағаланың белгілеген, парыз етілген Құранда баяндалғандармен, екінші туысқандықпен мирас көреді. Туысқандықпен. Сол 11-ші, 12-ші аяттарда сол бірінші әкесі мен баласының жағдайын баяндады. Одан кейін 12-ші аяттарда күйеуі мен әйелінің жағдайын баяндады. Сол балалар болған кезде, болмаған кезде деген мәселелер айтылды. Көреді. Ер адам және әйел адам болатын болса, ер адам әйелдің екі үлесін алады. Yani 3-тен 2-сін ер адам алады, ер бала алады, 3-тен 1-ін қыз бала алады. Деген секілді. Асырап алғанға мирас жоқ. Оған тек өсиет қана қалдырылады. Ата-анасы, әкесі mesela өсиет қалдырып кете алады. Мен мына балама осындай өсиет етемін деп. Әйел адамның сол бөлінеді ғой енді неге сай. Жаңа 3-тен 2-сі дұрыс, 3-тен 2-сі. 3-тен 2-сі қалғаны неге бөлінеді? Байтул мал. Yani мемлекеттің меншігіне өтеді. Жалпы бұл енді фих дәрісі ғой бұл негізі. Бұны тек арнайы бізде маман бар, соған жауап беретін. Бізде діни басқармада тағайындалған имам бар. Орталық мешітте отырады. Ондай жағдайда негізі сол жерге барып, имаммен жағдай түсіндіріп, барлық картаны ашып, сол жерде талқыланады. Ол имам ол бірден өз жауап бермейді. Жоғарыда діни басқармаға жібереді. Осындай мәселе болып тұр, бұның жауабы қалай болады деп, толықтай сол жерде сонымен пәтуасымен үкім шығарылады. Бұл енді бұл тәпсір сабағы. Тәпсірде осындай аяттар бар. Осы тәпсір аяттарынан фих үкімдер шығады. Бұл фих сабағында ол үкімдер айтылады негізі. Бұлай жалпы тәпсірде осындай аяттар бар, және оны аяттардан үкімді біз шығармаймыз, оны фих ғұламалары шығарады. Біз тек тәпсірін ғана айтып кетеміз. Насралы христиандар, иә. Иә. Адасу ғой. Олар сондай сенімде ғой. Олар солай сенімде. Бірақ Ниса сүресінде алдында бір өткен едік. Сол насаралар, жалпы кітап иелері дүниеден өтерден алдын олар Иса пайғамбарға иман келтіреді деген аят бар. Сол тәпсірінде айтады, сол аяттың тәпсірінде кез келген насара дүниеден өтерден алдын оған айтылады дейді. Сен өмір бойы сенген нәрсең қате болды. Расында Иса ол Құдай емес,
ол Алланың елшісі және Алланың құлы деп айтылып барып дүниеден өтеді, біліп барып дүниеден өтеді, яғни өкініп кетеді. Өмірден өтетін кезде мен өмірімді босқа өткізіппін, босқа Иса пайғамбарға құлшылық қылыппын, өмірін өкінішпен дүниеден өтіп сол кәфір күйінде кетеді осылай. Жалпы кез келген адасып қате сенімдегі адам, мысалы мұсылман дінінде жүріп те қате сенімдегі жүргендер бар ғой, Алланы мысалы шектеп қойған сипаттармен адам жаратылысқа тән сипаттармен сипаттағандар, олар да дүниеден өтерден алдын ақиқатты көретін болады, ақиқатты білетін болады, және өздерінің қате сенімде болғандарын біліп сондай өкінішпен кететін болады. Сондықтан қате сенімді болып өмір сүру ол дүниеден өтерден алдын өте қауіпті, дінсіз кетіп қаласың. Мұсылман дінінде болмай шығып кетуге ықтималдығы жоғары. Өйткені жаңа өмірден өтерден алдын ол ақиқатты көреді, перделер ашылады. Сол кезде өзінің сенімі қате болғандығының көреді де қатты өкініп барып кетеді. Ол кезде ол иман келтіруге болмай қалады. Өлерден алдын айтылған иман ол қабыл етілмейді деген аят бар. Сондықтан дұрыс сенімде болу керек. Сол үшін әрдайым білімді әрдайым алып жүру керек, әрдайым білімді болу керек. Шайтан адамды күнде азғырып атады, күнде адамды әртүрлі жолмен азғырады, ниетімізді бұзады. Адам күнде ниетін жаңалап тұрмаса, ниетін түзеп тұрмаса, күнде соған ниетті туралайтын білім алып тұрмаса, ол оп-оңай адастырып жібереді шайтан оны. Шайтан қате сенімге салып жібере салады. Тіпті сахабалардың өздері айтатын болған, Алла елшісіне келіп саллаллаху алейхи айтатын болған, мен сондай басыма неше түрлі жаман ойлар келеді. Тіпті ол ойды айтуға да, адамдарға айтуға дейін ұяламын дейді. Шайтан сондай ойлар салады адамға. Мысалы, Құран оқып жатсаңыз да жаман ой салады, Құдай туралы, Алла туралы жаман ой салады адамға. Сол ойды айтуға ұяламын дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ол сенің иманды екендігің, мұсылман екендігіңнің белгісі дейді. Яғни адамды, мұсылман адамды именно шайтандар, неше түрлі шайтандар келіп, оны тура жолдан адастыруға, әртүрлі айлақ салып адастыруға тырысады. Ал оны адаспаудың жолы жаңағы білім алу, әрдайым күнде білімді қайталап жүру. Осымен Құранның тәпсірі, хадис, Бұхари, Муслим, Абу Дауд, Насаи деген сияқты хадис кітаптарын күнде үзбей оқып жүру керек дейді. Құранның тәпсірінде, хадис кітаптарды да күнде үзбей, ол қиямет күнге дейін берілетін дәрістер ғой. Жаңағы Муслим болсын, Бұхаридің болсын, Абу Дауидтікі болсын, басқа күтібі тисға дейді, 9 сенімді кітап деп аталады. Ол кітаптар ол қиямет күнге дейін берілетін уағыздар, кітаптар, өтетін кітаптар. Соны медреседе оқымасаңыз да, осылай мешітке келіп, әрдайым жамағатқа, уағызға қатысып жүрсеңіздер, әйтеуір сіздер де осы қиямет күнге дейін өтіп жатқан кітаптарға сіздер де қатысқан боласыздар. Ол үшін дәптер бөліп жазып, түртіп отыру керек. Бәрібір де біз ұмытып қаламыз, есімізден шығып кетеді. Сол кезде қайталап отырасыздар. Иншаллах. Сұрақ бар ма тағы? Болады, тура жолға шақыру, тура жолға келсін, тура жолға салса екен деп. Оның өмірін ұзақ қылсын деп, оған өмірде береке, денсаулығына саулық тілеуге болмайды. Алла шипа бері деп айтуға болмайды. Тек оның тура жолға келуін ғана сұрасаңыз болады. Артық оған біз дұға жасай алмаймыз. Жақсы, дұға жасайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربنا الكريم اللهم زغ على құлшылық қылып өзіңнен ғана жәрдем тілейміз. Біздердің бір жолған дүниеде біліп жасаған, білмей жасаған күнәларымызды, қателіктерімізді, кемшіліктерімізді кешіргесін, я архамар-рахимин. Біздерді өзің тура жолыңа салғасын, тура жолына жүргізгесін, тура жолынан біздерді адастырмағайсың, я архамар-рахимин. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. الله